Ассалаумағалейкум. Ақтөбе облысы Теміраудан Темір қаласы тұрғын Ашимов Саматпын. Мына үнді тұстайын деп жатқан себебімді айтайын. Темір қаласының қыздарына әкеметтің. Міне, биыл арал жылда айтам, аралды қорғайық деп. Міне, 400 түк шаққан себебімді айтайын. Тек қана үйге 100 түк түсті трактористер. Бәрін малда тапап тұр. Мына сауын сиырды, міне. Мынақтан міне, аралды жатыр бұлай. Мынақ қанатын сауын сиырды. Өрістетіп айдаса, мына неге? Түркістанға жағаратып, жаңа платинасын ремонт тақтық қойды, ауданның әкімі жабылып айқай шумен айтыр. Мынағын қойын төбесі, бұлай айдаса аспаттан өрістетіп айдаса. Өзі жайылып барады да керет малдың. Малдыға өрістетіп айдатыр. Сен өрістетіп баратқан. Мағам әйелі көмісі өздерің атқа мінесіңдер. Атқа да міне алады. Сиыр тәлтен айдайтын едік, міне былай қаратай. Міне өрістетіп. Оны біз өзіне грант. 1.400.000. Құсты күні несін алатын едім жаңа. Үлкен адам берекетті болады дейді. Малдың алдына шықса. Қамысын тоқитын едім. Қатон қораға ағаш дайындайтын едім. Мына жас балдар шық деп жатыр. Міне себебін айтайын. Сіздердің міне биржаға мен 16-шы күні бардым, май күні, әкімнің қабылдауында. Сонда күндіз айтып, мені шығарып жібердім дейді. Әкімге айтып тұрсыз. Мен ебіл болып, осыны мынаны грант керек. Аралды қорғайық, резервке жол жинайтады. Неңді бересің қазір, әкеметтің. Сол кезде сайлау жүріп отырды. Сайлауды дұрыстап ұйымдастыра алған жоқсыңдар. Міне, мындай көкшеп болу керек, міне. Ұйымдастыра алған жоқсыңдар. Бізге еркінді қарсы қойдыңдар, жау кісі. Осындай мәселе көтеретін едік, міне. Сіздер мағам, биржен шығарып жіберіңдер. Шығарында ма, шығарында. Грант алып берген жоқсыңдар. Не, байларыңды қасасы өсті ма? Құсты күні резерв шөп қаяқта. Былтыр құсты күні жылқы қырылып қалды ма? Қырылды, шөп жетпей. Алдыңызы шамындық ауру болды ма? Ол несі? Міне сосын еркіндігі кезінде міне май айында біздермен кездесіргенде біздер жау көріп, адалдықты айтпасын. Өздеріңді мен түсінбеймін. Сосын міне еркін жұмыстарым бар, осындай міне. Айында қайталап айтам. Байларыңды қасасы өсті ме? Айтшы. Мен жұмыстан шығарып жүріп. Атарып бергенде мені атарып бермедіңдер. Байлардың қасасын жөнін қырық берді. Кімнің? Міне сіздер кедергі істеп отырсың. Бір хан емес, ханның қасында уәзірінде боласыз. Қазір президент міне қоғамдық кеңеске барып қайттым. Есмағамбет ақсақалымыз ұйымдастырдым. Кеше ауданда да сол ауыл шаруашылық вет техниктер. Қазір президент Қасым Жомарт Тоқаев, Қазақстан мемлекетінің президенті. Баяғы бар ғой. Баяғы қалды бол. Көне Қазақстан шіріп кеткен әңгіме. Ода да айтып жатыр. Сіздердің де айтатындарың сол. Тоқаев президент қазір Алтын Орданы жаса деп жатыр. Реформа жаса деп жатыр. Реформа не екенін білесің? Міне реформа деген. Сіз қаншама зиян келтірдіңдер, міне. Кеше сотқа да соғып шықтым. Начальник милицияға да соғып шықтым. Міне. Мұндай шөп түсу керек. Резерв шөп жоқ. Міне аралды келіп қараңдар. Мен шақыртып жатырмын бүгін прокурор сотына шейін. Прокурор сотына шейін кешегіде келесі шығар бұйыртса. Міне сіздердің пайдаларың тигізген. Әкім жұмыс істемейді дейді. Әкімге мынау халық былай ұстанып жатыр. Мұндай ұсыныс болып жатыр. Былай жүгіріп жұмыс істеу керек, адам керек. Сіз кетпесе кетпейсіңдер, отырсыңдар. Бүкіл ұрлықты жасырып, бәрін жасырасыңдар. Шын айтқан адамды халықпен жұмыс істеу білмейсіңдер. Ренжіме кету керек қой, енді жұмыс жанмасаңдар, кетпейсіңдер, не істеп отырсыңдар. Ашу жаман ғой кім. Мынау деген Тоқаевтың тапсырмасы емес. Тапсырмасы Тоқаев болып осқаның осы ма? Халықты қарсы қойып жатсыңдар. Білмесеңдер сұрап алыңдар белсенділерден.